Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін бір жасағаннан ақ идеальный болып шығатын сметанник пирогының рецептімен бөлісемін. Шынымен де бұл пирог бір жасағаннан ақ керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: сары май, ұн, жұмыртқа, қопсытқыш және қант. Ұнымызды ыдысымызға салып, електен өткізілген менікі. Үстіне қопсытқышымызды салып араластырамыз. Барлық керекті ингредиенттерді осы видеоның астындағы описанияға жазып кетемін. Сары майымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Сосын қолымызбен осылайынан ұсақтаймыз сары майымызды. Сол кезде осындай крошка пайда болу керек, яғни песочное тесто пайда болады. Содан соң бір жұмыртқаны жарып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Міндетті түрде бетін целлофанмен немесе пищевой пленкамен жауып қоюды ұмытпаймыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізде ең басты ингредиент ол қаймақ, қант, жұмыртқа. Ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Менде 20% нәтиже қаймағы. Үстіне жұмыртқамызды біртіндеп жарып аламыз. Үстінен содан соң қантымызды саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Қолмен осылай венчикпен араластырамыз. Миксердің мүлдем қажеті жоқ. Енді формамызды дайындаймыз. Шет-шетін осылай сары май жағып аламын және пергамент қағазын жайып аламын. Форма диаметрі 24 см. Менде қамыры холодильникте 30 минут тұрды. Екіге бөліп, бірінші основасын жасап аламыз, яғни асты жағын осылай стақанмен тегістеуге болады. Одан кейін екінші бөлігін алып, шет-шетін жақсылап жабыстырамыз осылайынан. Үстіңгі жағы осылай тегіс болу үшін вилкамен немесе қасықпен тегістеп басып шығамыз. Енді салмасын қамырымыздың үстіне құямыз. Алдын ала қысырып тұрған пешке 180 градуста 35-45 минут аралығында қоямыз. Пирогымыз толық піскен кезде осылай үсті сарғаяды. Формадан 2 сағаттан кейін бірақ ажыратамыз. Сіздерге менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмау үшін колокольчикті бассаңыздар, все деген жазуды бассаңыздар болғаны.